Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Біз бүгін жас зерттеушілер мен балалардың сүйікті тәттілеріне зерттеу жұмыстарын жасайтын боламыз. Балалар, сендер әрқайсыларың бір-бір тәттіге зерттеу жұмыстарын жасауларың керек. Айзере, сен бүгін қандай тәтті алып келдің? Сағыз. Сағызды не істейді екенбіз? Сағызды Ашамыз. Сағызды ашамыз. Одан кейін не істейді екенбіз? ыстық су құямыз. Қайда саламыз? Ыдысқа саламыз. Одан кейін үстіне ыстық су құямыз. Үстіне ыстық су құяды екенбіз. Ыстық суды балалар мен құямын, себебі ол қауіпті болуы мүмкін сіздерге. Ал енді араластырамыз. Біраз уақыт тұрсын. Қараңдаршы балалар. Қарас, суымыз неге боялды? Қандай түске боялды? Ақ түске боялды. Сағызымыз қандай өзгеріске ұшырап жатыр екен? Көк. Не істеп жатыр, қараңдар? Іріп болып? Іріп, дұрыс айтасыңдар Қанат. Сағызымыз іріп, ыдырап жатыр, Сонда бұл біздің денсаулығымызға зиян ба екен, пайдалы ма екен? Зиян екен. Зиян екен. Бұны күнделікті пайдалануға болмайды екен. Бұның құрамында нелер бар екен? Бұның құрамында тәттілер, түрлі қоспалар, бояулар бар екенін байқаймыз, балалар? Айару, сен қандай тәттілер алып келдің? Мен балалардың сүйікті тәттілерін әкелдім. Бұл кәмпит. Дұрыс айтасың, кәмпиттер алып кетті Айару. Ол үшін не істейді екенбіз, Айару? Ол үшін кәмпиттерден пайдаланған сетіне қойып шығады. Енді не істейміз? Сосын біз ортасына ыстық су құямыз. Ортасына ыстық су құяды екенбіз. Баяу, жақсылап қарайық. Қандай өзгеріске ұшырап жатыр? Ол түрлі түстерге айналып. Қараңдар, бояуды балалар. Түрлі түсті бояуға, міне кемпір қосақ түсті бояуға боялып жатыр, қараңдар. Кәмпиттеріміз пайдалы ма екен, зиян ба екен? Зиян. Құрамында не бар екен бұлардың? Айару, бұл кәмпиттердің құрамында не көп екен? Бұл кәмпиттердің құрамында түрлі түсті краскілер, бояулар, қоспалар көп екенін байқауға болады. Қараңдаршы, қандай бояу бөлініп шықты. Сонда бұл кәмпиттер бізге пайдалы ма екен, зиян ба екен? Зиян. Зиян екен, бұларды күнделікті пайдалануға болмайды екен, балалар? Ал Ерқанат, сен не алып келдің? Мен балалардың сүйікті сутымен Кока-Колаға тәжірибе жасаймын. Ал қалай жасайды екенбіз тәжірибені? Бірінші Кока-Коланы ыдысқа құямыз. Ыдысқа құямыз, құя ғой. Құя ғой. Ал енді одан кейін не істейді екенбіз? Жұмыртқаны Кока-Колаға қоямыз. Сала ғой. Ал Ерқанат, енді қолымызды қағаз сүлгімен сүртіп алайық. Ал енді балалар, біз бұл тәжірибенің нәтижесін көру үшін біз бұл жұмыртқаға кеше жасап қойғанбыз тәжірибе. Енді осы екі жұмыртқаны не істейміз? Салыстырып көреміз. Ол үшін мына қысқышпен алып, мынау біздің бүгінгі жұмыртқамыз. Ал мынау бізде кешегі жұмыртқамыз. Қараңдаршы балалар, екі жұмыртқаның айырмашылығы бар екен? Ерқанат айта қойшы. Қандай айырмашылық бар? Бүгінгі жұмыртқамыз қандай? Ақшылдау, ал кешегі жұмыртқамыз қоп қоңыр түске боялды. Қараңдаршы балалар, бұл жерде біз не байқаймыз? Коланың құрамында бояулардың көп екенін байқаймыз, Бұл жұмыртқаның қабығы балалар кальцийден тұрады. Біздің тістеріміз бен сүйектерімізге ұқсас екен. Сондықтан да коланы күнделікті пайдалану балалар осылай біздің тістеріміздің құруына, шірюіне және қараюына алып келеді екен. Сонда бізге кола зиян ба, пайдалы ма? Зиян. Дұрыс айтасың Ерқанат, зиян екен. Ал Димаш, сен қандай тәжірибе жасайсың? Колаға сүт құю. Ол үшін не істейді екенбіз? Коланы сүтке құямыз. Ал құя ғой. Бізде сүт дайын ыдыстар тұр, Енді соның үстіне коланы құямыз. Тағы да құя ғой, толтыр. Ал қараңдаршы балалар, енді не істейміз? Ыдыстағы сүт пен коланы араластырамыз. Мұқият қараңдар балалар. Қандай өзгеріске ұшырап жатыр, қараңдаршы. Димаш, қарашы, сүтіміз қандай өзгеріске ұшырады? Іріп, ыдырап кетті. Іріп, ыдырап кетті. Қараңдаршы балалар, сүтіміздің құрамын бұзып, іріп, ыдыратып жіберді. Сонда бұл жерден балалар, коланы күнделікті пайдалану біздің асқазанымызға түскен кезде басқа да ішкен тағамдарымыздың құрамдағы пайдалы заттардың барлығын жойып жібереді екен. Сондықтан да коланы күнделікті пайдалана беруге болмайды екен. Балалар, бүгінгі зерттеу жұмысы ұнады ма сендерге? Бүгінгі зерттеу жұмысынан не түсіндіңдер? Сағызды көп шайнауға болмайды, кәмпитті көп жеуге болмайды, коланы көп жеуге болмайды.
денсаулығымызға зиян. Дұрыс айтатындар балалар. Бұлардың барлығы мөлшерден тыс пайдаланса, денсаулығымызға өте зиян екен. Осыны көрген көрермендер де ой түйеді деген сенімдеміз. Олай болса, бізді көріп тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Қош, сау болыңыздар.